қалай көңіл күйіңіз, дұрыс па? Шүкір тәуір сияқты. Қатты уайымға беріле бермеңіз. Қазір сізге стресс, уайым деген денсаулығыңызға қауіпті. Егер науқасыңыз асқынып кетпесін десеңіз, ойыңызға ауыр нәрселерді мүлдем алмаңыз. Сізге қазір ең бастысы тыныштық керек. Тәбетіңіз болмаса да, жиі тамақтанып тұрыңыз. Дәрігер, мен мұнда ұзақ болам ба? Енді ол жағын айтамаймын. Біз барлық ем-домдарды жасап жатып, біз барынша сізді аяққа тұрып кетуіңізге әрекет жасап жатырмыз. Бірақ сізге қайталап айтамын. Ең бастысы жүйкеңізге салмақ салмаңыз. Сізге өте қауіпті. Ал жақсы. Жағдайлар жақсы ма? Қаланың бәрі жоқ, білесің. Әзер жеттім ба? Жоқ, ештеңе етпейді. Қалай? Шаруалардың барлығы дұрыс па? Жалпы жаман емес. Бірақ бірің екі болғаннан кейін екіні үш қылғың келеді. Үшті төрт қылғың келеді дегендей. Қазір жаңа проект ойлап тапқаным. Солар кішкене жүзеге аспай көңіл күй түсіріп жатқаны бар кішкене. Жатсам да тұрсам да соны ойлап жүрмін қазір. Өзіңде не шаруа, не жағдай? Жоқ, ешқандай мәселе жоқ. Осы жақын жерде жұмыстармен жүрген. Оның үстіне ертең әке-шешем шақыртып Құран оқысам деп жатырмын. Соған сен менсінбеген адам ұқсамай телефонмен емес, арнайы шақырып жатқан жайым. Соған анаңды, Айшаны ертең алып өтіңдер. Болды, міндетті түрде Айша екеуміз барамыз ғой. Мамашқа бармайды қазір, ол кісі ауруханада қазір. Ау, мүлдем есіме шығып кетті ғой. Қалай денсаулығы? Жақсы болайын деді ма? Жаман емес дейді. Айша барып келіп жүр күніге. Мен қолым тимейді, білесің, жаңағыдай ғой. Жаңа проектілер миыма ашып, бір кісілермен кездескенбіз. Олар жеме-жемге келген кезде ойларынан айнып, соншама ақша, соншама миллиондар жерге ұшайын деп тұрды. Мамашке барба, кішкене қол тимей жатыр шыны керек. Кедей бай болсам дейді, бай құдай болсам дейді. Сен ойың барлығы ауруханадағы анаңды емес, ұшайын деп тұрған миллиондар болып тұр десей. Енді ереке бұл бизнес қой. Соншама ақша, соншама еңбек жерге ұшса да обал емес пе? Иә. Өзің көресің енді. Жарайды, ертең ұмытпаңдар, өтіңдер. Болды, өтеміз. Қалайсыз, мам? Көп жаса бақыт. Көңіл-күй қалай? Дәуір, өздерің қалайсыңдар? Біз жақсымыз. Бірақ сіз кеткелі үйде жоқтығыңыз қатты білініп жүр. Үйде жылу қалмаған сияқты. Үйдің іші суық болып кетті ме? Сіз ертерек жазылып, үйге қайтыңызшы, мам. Сіз болмасаңыз үйдің іші қап-қара түнек сияқты болып тұрады екен. Жаным сол. Мен бір ергіп жатыр ғой дейсің ба? Нарбекжан қалай? Жағдай жақсы ма? Қарны ашып қалған жоқ па? Тамағын уақытылы беріп тұрсың ба? Иә, сол жүр ғой. Таңертең кетеді, кешке келеді. Әйтеуір сол отбасымды асырайым деп жүгіріп жүр ғой ол. Мен ауруханаға жатқалы әлі бір келмеді. Қолы тимей жүрген шығар ғой. Таңертеңнен кешке дейін отбасымды асырайым деп жүр. Сен сол балаға жақсылап қарашы. Жарай ма? Иә. Мен онда сіздің тамағыңызды дайындайын, иә, мам?
Әйтпесе өзім қолмен жегізіп кетпесем, сіз тәбетім жоқ, қарным тоқ, тек осылай жата беретін сияқтысыз. Есіңізде шығар, я? Дәрігер сізге көбірек тамақ жеу керек деген. Рахмет. Қазіріңізді дайындап жіберейін. Саламатсыз ба? Кешіріңіз. Өткенде жолдасыңызға айтып едім. Соңғы келмеді. Я, айтқан болатынмын. Онда неге келмеді екен? Сіздер мен дұрыс түсініңіздер, сіздердің аналарыңызға операция қажет. Бірақ ондай операция біздің ауруханада жасалмайды. Ол кісіні Астанаға, клиникаға апару керек. Сондықтан уақыт жоғалтпаңыздар. Егер де кешетін болсақ, аналардың жағдайы қиын болады. Мен өткен жолы сізге барлығын түсіндіріп айтып едім ғой. Я, жарайды. Бүгін тағы да ескертемін. Ертең келеді жолдасым. Жылдамдатыңыздар, сау болыңыз. Сау болыңыз. Айша? Не болды, көңіл күйің жоқ? Не болды, тыныштық па? Жан, өткенде бриллиант алған алып пен өндіріп ренжіп отырсың ғой. Көріп тұрсың ғой, проектілеріміз іске аспай жатыр. Қанша ақша жерге ұшайын деп тұр. Ал депозиттегі ақша тежеуге болмайды, өзің білесің. Уақытысы келгенде үстінде сыйақысымен бірге аламыз. Сол кезде алып беремін. Білесің ғой, сен ештеңе алмайды. Нұрбек, маған сен бриллиантыңның түкке де керегі жоқ. Мен саған қашан ренжідім, маған бриллиант алып бермедің деп айтшы. Мені алтынмен аптап, күміспен қаптамадың деп қашан ренжідім. Онда неменеге бортып отырсың? Сен неге мамаға бармайсың? Неге сен мамаңнан хабар алмайсың, айтшы? Дәрігер күннеге айтады жолығып кетсін деп. Бүгін тағы айтты. Мамаға шұғыл түрде операция жасау керек дейді Нұрбек. Мен өз көзіммен көріп жүрмін ғой, маманың жағдайы күннен күнге нашарлап барады. Түсінесің ба? Айша, ол мамамның үйреншікті ауруы. Қанша рет сол ауруханаға жатып, ешқандай операциясыз емделіп шықты ғой. Ал дәрігерлерің барсаң болды, ақша сұрайды. Білем ғой мен оларды. Әркімге тарататын менде ақша жоқ. Нұрбек, мен сен осыншалықты қатыгез дүние қоңыз деп ойламаппын. Туған анасына жаны ашымайтын не деген тас жүрексің сен? Бетіңе айтайын, қатты айтты деме. Бірақ барып тұрған оңбаған екенсің. Өзінің туған анасының денсаулығынан қалтасындағы ақшасын жоғары қоятын сен сияқты перзент мақтан, не үміт, не қайыр. Сөзім жоқ саған. Ерге, сен не істеп жүрсің? Жай, анаңа кіріп шықтым. Жағдайын сұрап, саулығын сұрап дегендей. Естіп біле тұра халім сұрамасақ, адамгершілігіміз қайда қалды. Нұрбек, апаның жағдайы онша жақсы емес сияқты ғой. Егер де қандай да көмек керек болса, сен қысылмай айта бер, әрдайым көмектесуге дайынмын ғой. Жоқ, ешқандай көмек керек жоқ. Жерге қаққан жігіт емеспіз ғой. Өзіміз шешеміз. Сонда да есіңде болсын.
Қалайсың, мам? Маған еркелеп жатсың ба? Келдің ба құлыным? Жағдайың қалай, жақсы ма? Жақсы болмайды қойсын. Білесің ғой, жұмыстарым жүзеге аспай. Ар шапқылап, бер шапқылап. Шаршап жұмыс жүрместен. Өзіңді аясаш болмау. Дүниенің соңына кім жеткен дейсің? Өзіңді көттен соғыңа қара. Оны қоя берші. Айтпақшы, мам. Егер ойға алған жұмыстарым іске асып кетсе, мен сені Қазақстандағы емес, шетелдегі ең мықты дәрігерлерге апарамын. Бірақ кішкене күте тұру керек. Бизнеске салған ақшаларымды көбейтпесек, ертең қиналып қаламыз ғой. Мақұл. Жұмысың жүрсе апарарсың. Үйреніп қалған ауру, шыдаймын. Сөйтші, кішкене шыдай тұршы. Әлі мынандай клиникаларға барамын. Жарайды, мам. Ана дәрігер маған кіріп шықсын деген еді. Барыншы не айтады екен? Жарайды, балам. Денсаулығыңа қара, өзіңді күт. Жақсы. Жалпы солай. Өткенде сіздің келіншегіңізге мән-жайын бәрін түсіндіріп айтқанмын. Сіздің анаңызға шұғыл түрде операция жасау керек. Бірақ ол операция біздің ауруханада жасалмайды. Жарайды, дәрігер, мен бәрін түсіндім. Бұл жерде көп нәрседен ақша шешейін деп тұр ғой. Жарайды, анам үшін мен ештеңе айтып қалмаймын. Ақша жоқ емес бар. Бірақ олардың барлығы қазір айналымда тұр. Сондықтан уақыт келгенде мен сізге қажетті қаражаттың барлығын алып келіп беремін. Ал айналымда ақшаны қазір шешіп алмаймын. Сондықтан қолдарыңыздан келгенше анама еміңізді жасап, денсаулығына қарауға міндеттісіз. Сіз дұрыс түсінбедіңіз ғой? Мен бәрін түсіндім, дәрігер. Бизнестің заңы солай. Айналымда тұрған ақшаны жарты жылдан тайдырып, бағытынан адастырып шешіп алуға болмайды. Бизнестің заңдылықтарын анық берген болсам, сіз Гиппократқа ат бергенсіз. Солай ма? Бір-біріміздің атымызға берік болайық. Сау болыңыз. Алло? Не? Нұрбек, не болды? Нұрбек? Кім звондаған? Нұрбек деймін. Мамам. Кешірші мен анашым. Тіріңде қадіріңді білмей, дүниенің құлы болған ұлыңды кешірші. Көз алдымда жүргенімде көңіліңе қая мұң салыппын ғой, анашым. Енді өзегім өртеніп өкінгеннен пайда жоқ. Қолымнан бар келетіні жаратқаннан жалбарынып, жайыңның жәннатта болғанын сұрау. Кешірші мен анашым.
кешірші. Сабыр ет бауырым. Апамызда Алла алдынан жарылғасын. Анамызда тірісінде қадірлейік, барында бағалайық. Бақилық болған соң, бармағымыз шайнап, өкініштен өзегіміз өтеніп, өкінгеннен пайда жоқ. Қасымызда жүргенде қадірлейік, қастерлейік. Ана деген аяулы жанда ардақтай білейік.